14 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Қайырлы кеш, құрметті теледидар көрермендері, Жамбыл телеарнасының тікелей эфирінде қоғамдық талқылау хабары. Бүгінгі біздің қоғамдық талқылау алаңына Жамбыл облыстық ветеринария басқармасының өкілдері келіп отыр. Ендеше біздің бүгінгі тақырыбымызда осы салаға арналады. Құрметті көрермен, бүгінгі студияға шақырылған қонақтармен өздеріңізді таныстырып өтсем, Көкей Олжас Тұрғынұлы, Жамбыл облысы әкімдігінің ветеринария басқармасы басшысының орынбасары, Қалтаев Әнуарбек Шамжанұлы ағамыз келіп отыр, ветеринария саласының ардагері, және жас маман Аманқұл Қуат Мейрамбекұлы, Байзақ аудандық ветеринария бөлімінің эпизод мал дәрігері. Құрметті қонақтар, қош келдіңіздер біздің студиямызға. Енді алда бізге берілген уақытта осы саланың жай жапсарын, жалпы осы саладағы жұмыстарға тоқталамыз деген ойдамыз. Олжас Тұрғынұлы, дәстүрлі сұрақ өзіңізден бастасақ, енді биылғы жылда аяқталып келе жатыр. Жыл басынан бері осы салаға қанша қаражат бөлінді, қандай жұмыстар атқарылды, қысқаша тоқталсаңыз. Ассалаумалейкум, құрметті көрермен. Жалпы енді қандай жұмыс болмасын, қазіргі таңда осы қаражаттың мөлшерімен есептеледі. Қысқаша тоқталатын болсақ, жалпы осы облыстағы эпизоотиялық жағдай тұрақты ұстау үшін 3,4 миллиард қаражат бөлінді. Және де бұның қазіргі таңға игерілгені 2,2 миллиард теңге. Енді жылдың соңына дейін 1,2 миллиард теңге қалып отыр. Осыны игереміз деп отырмыз. Бұдан басқа осы соңғы жылдары жақсы жаңалық біздің ветеринар мамандарға аса жұқпалы аурулардың қоздырғыштарымен жұмыс істеген үшін патогендік төлем төленеді. Ол жылда 678 миллион. Ол әр мал дәрігердің айлығына 30%-дан 50%-ға дейін төленіп отырады қосымша. Бүгінгі таңда жартысы келіп түскен, оның қазір 279 мың игердік. Ал енді одан басқа бұл қаражат қалай төленіп, қалай есептеледі десек, бұл жерде бізде әр дәрігердің, ветеринар маманның жұмысы манипуляциямен есептеледі. Мысалғы, бір атар қой 100 бас болса, 100 рет соған егін салынса, екпе, сол 100 манипуляция есептеледі. Енді бізде қазіргі таңға жоспар бойынша биылғы жылы 16,5 миллион манипуляция жасалу керек болатын. Қазіргі таңға 11,3 орындалды оның. Ар жағында 5,2 миллион манипуляция қалып отыр, ол да жылдың аяғына дейін толық бітіреді. Бұдан басқа біздің салада ауруды анықтау үшін және мынау ауру кейбір кезде жасырын түрі тарайтыны бар. Соны анықтап отыру үшін диагностикалық жоспар бар. Ол жерде 5,6 миллион манипуляция қазіргі таңға 4,3 орындалып отыр. Ол мысалғы сарып ауру, бруцеллез дейміз, қан алу, я болмаса тағы да жылқыларды маңқаға тексеру, осындай жұмыстар қан алынып, неғылып лабораторияға, зертханаға тапсырылып, тексеріліп отырады. Енді осыған байланысты да былтырғы жылға қарағанда 2,8 миллиард болса, биыл көбейді. Соның есебінде ветеринар мамандар білесіздер, жұмыс өте ауыр болғандықтан айлығын көтеру мәселесі туындаған. Соған байланысты айлықтарда көтерілді біршама. Ол біз оны жаңағы манипуляцияның құнына өсірудің арқасында сонымен көбейтіп отырмыз. Қысқаша айтатын болсақ, нақтылап, жаңа вакцина егу мүйіздір қараға 45 теңге 70 теңге көтерілді. Уақ малға 40 теңгеге, ит мысықтарға 21 теңге қосылды. Ал қан алуға 49 теңгеден қосылды. Содан түскен ақшаға сіздер жұмысшылардың айлығын көбейттіңіздер ме сонда? Қымбаттаған вакцинаның ақшасына? Жоқ, вакцина қымбаттаған жоқ. Бұл жерде сол еңбек ақысына біз мысалғы бір малға екпе салса, ол бұрын 24-ші жылы 123 теңге болатын. Қазір 168 теңге болды. Түсінікті. Жақсы, рахмет. Бұл саладағы жұмыстар әлі де
жалғастырамыз. Енді Әнуарбек аға, өзіңіз мынау енді осы саланың ардагерісіз. Жаңа айтып жатыр Олжас мырза, 3 миллиардтан астам қаржы бөлініп, бүгінде талай жақсылықтар жасалып жатыр деп. Енді сіздер осы жас маман ретінде келген кезде осы салаға кезінде жұмыс істегенде қандай еді бұл? Қандай қиыншылықтары бар еді жалпы малдар егер? Мен өзім 1983 жылы Алматы ветеринарлық институтына түсіп, 1988 жылы ветеринария мамандығы бойынша сол институтты аяқтап, бүгінгі күнге дейін осы салада қызмет атқарып келемін. Құдай қаласа осы желтоқсан айында зейнет жасына толамын. Бұл ветеринария саласының жаңа айтқандай қызықта, ауыртпашылықта кезеңдері болып тұрады. Енді басында бізде жас маман болып келіп істеп, ол кезде мал көп па ол кезде қазіргіден аз ба? Мал шамалас, бірақ ол кезде мынандай қазіргідей қымбаттау заман жоқ. Сол 150-160 рубль дейміз, ол кезде сол рубльдің шамасында жұмыс істедік. Бірақ жаңағы үкімет басшыларынан неден қолдау, көмек алып тұрдық. Енді ол саланың да өзінің қиыны мен қызығы бар. Қиын. Енді мына жастарға сол қазір қашпай, ауыртпашылықтан осы институтқа түсіп, Қазақстанның аграрлық университеті аяқтап, сол білімдерімен, тәжірибесін молайтып, бізден кейін жұмыстарды жалғастырса деген тілектеспін. Енді қандай адам жалпы осы мал дәрігері бола алады? Малдың қасында өскен бала ма, әлде қалада өскен адам ба, әлде далада өскен бала ма, икем болады деген ғой енді. Енді бұлай есепке қарасақ, бұл аграрный университетінде өзіміз ветеринария институты оқып жүргенде де көбі ауылдан келген жастар болдық. Сол малдың арасында, малмен бірге өскен. Қаладан да болды шамалас. Бірге оқыған жігіттер, олардың көбі қыздар, олардың көбі өз мамандығы бойынша жұмыс істемей, басқа салаларға қызметке кетіп қалды. Сондықтан ауылдың балаларын, ауылдың қыздары осы салаға келсе-деп ойым сондай. Кішкене икемі бар дейсіз ғой, жақсы, рахмет. Қуат мырза, мынау енді өзің жас мамансың, жаңа айтып жатырмын, ағамыз 83 жылы оқуға түсіп, содан бері қарай келе жатырмыз деп. Өзің осы жолды қалай таңдадың? Біреу кеңес берді ма, өзің икемің болды ма, жалпы өзің туралы айтсаң? Мен 2015 жылы мектеп бітірген кезде осы ент-ін таңдап, мамандық таңдайсың, сол кезде ғана білгем, осындай ветеринария мамандығы бар екен. Сол кезде интернеттен қарап, әртүрлі үлкен кісілерден кеңес сұрап, осы мамандық таңдап оқуға түскен болатын. Енді алғашқы жылдары бірінші, екінші курстары ол қандай сала, не мамандық екенін білген жоқпыз, бірақ үшінші курстан бастап уже өндірістік бір тәжірибелерге барған кезде, әртүрлі ауылдық жерлерге барып, бір малды дәрілеп, әртүрлі ем шаралар жүргізіп, оқу барысында осы мамандықты ұната бастадым. Сонымен 2015 жылы, 2020 жылы аяқтап, Астана қаласындағы Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетін сөйтіп, мен неге түстім? Магистратураға түстім, осы ветеринария мамандығын. Сөйтіп, 22 жылы аяқтап, өзім Байзақ ауданы тумасым, сол өзім аудандағы ветеринарлық станцияға жұмысқа орналастым 22 жылы. Сол 22 жылдан бері бүгінгі таңға дейін сол жерде жұмыс атқарып келемін. Енді ветеринария саласы дамып жатыр деп ойлаймын. Бір жастарға деген, мысалы мен ең алғаш жұмысқа кірген жылы жалақы 110 мың, 120 мың көлеміндетін. Бүгінгі таңда, мысалы, мен жалақым 200-240 мың бір төңірегінде болады. Көтеріліп келе жатыр. Жыл өткен сайын ветеринария саласы да дамып жатыр, айлық та көтеріліп жатыр. Жастарға деген не көп. Бұл айтқанда мүмкіншіліктер көп бүгінгі күнде. Жақсы, рахмет. Олжас Тұрғынұлы, келесі сұрақ өзіңізге. Мынау енді ауыл шаруашылық жануарларын бірдейлендіру деген бар да бізде. Осыны кейбір адам түсінеді, кейбір адам түсінбейді. Осыны түсіндіріп өтсеңіз, бұл не бұл? Қалай бірдейлендіріледі деген сияқты? Енді жалпы ауыл шаруашылығындағы мал шаруашылығы
бұл енді бір ауыл шаруашылығының 60%-на дейін орын алатындықтан бізге әрине есеп керек. Бірдейлендіру дегеніміз ең біріншіден осы біздің малдың санын біліп отыру. Малдың санын білмей біз осы ветеринария саласында жоспарлай алмаймыз. Себебі қазір білесіз, барлық қаражат қадағалауда мемлекеттік сатып алу заңы бар. Сонымен жылда мысалғы облысымызда қанша бізде мал бар. Соған қарай келесі жылға біз вакциналарды сатып алып отыруымыз керек. Бұл сол үшін керек. Одан басқа әрине мынау ауыл шаруашылық саласында енді жайылымға қанша мал жайылады, одан басқа жаңағы мынау шөп дайындау бар, басқа көп ауқымды не үшін бірдейлендіру керек. Ал біздің жаңа ветеринария саласындағы айтқаным, ол біз жоспарлау. Жаңа қанша вакцина сатып алып, келесі жыл қанша жұмыс істейміз. Соған байланысты біз жоспар жасаймыз. Және де біз қай жерде қандай ауру болатынын болжамдап білеміз. Мынау мысалғы былтыр мына жерде мынандай ауру шығып еді. Мына жерде мынандай ауру шыққан. Соған біз осы жаққа жоспарлауымыз керек деп, ол кейбір аурулармен малдың кейбір түрі ауырмайды. Мысалыға аусыл мен жылқы ауырмайды. Сондай нелер бар. Соны біз біліп қарап жылды жоспарлауымыз керек. Алдағы жыл 25 жыл бізде қазір облыс бойынша мына жерде жаңадан төлген төлдерге де жоспар жасауымыз керек болады. Оған біз 1.491.790 төлді жоспарлаған болатынбыз. Қазіргі таңда енді осы жұмыстар жүріп жатыр. Бұл 92%-ді құрады. Енді мына төлдің кейін туатыны бар. Одан басқа бір қиындық, мына мемлекеттік сатып алу болғасын, бізде сырғалар кеш сатып алынды. Негізі біз осы сәуір, мамыр айларында бірдейлендіру жұмысын жүргізіп, сырғасын тағып беретінбіз. Бұл жолы бізге осы мынау шілде айында келіп түскендіктен біраз қозылар бірдейлендірілмей, кейбір мал иелері оны сатып жібергендер болды. Әрине ол заңға қайшылық, бірақ дегенмен біз оларға ескерту жасаймыз. Енді ол кісілерді күте алмаймыз дейді. Шөп сатып алуымыз керек дейді, жем сатып алуымыз керек дейді. Сондай нәрсемен осы биылғы жылы жұмыс жалпы атқарылды. Ал енді бірақ бұл жерде айта кететін мәселе бірдейлендіруде, мысалғы құлақ жапсырмалары дейміз, мүйіздір қараға, қойға, ешкіге және түйеге тегін жүргізіледі, және шошқа малына. Ал енді жылқыларға ол чип салынады. Чип ақылы түрде салынады. Ол чип дегеніміз мына терінің астына өз арнайы бір элемент отырғызылады. Оны жаңағы кейін сканермен оқиды. Сканерда номер шығып, егесі бәрі аты жөні шығады. Қай жерде тұрған жүрген, жайылып жүрген біле ма сол чиппен? Ол бөлек нәрсе. Енді жоқ, оның әртүрлі түрі бар. Мысалғы спутниковый деген болады, ол қымбат тұрады. Ол қазіргі бұлай есеппен 30-40 мыңға дейін тұрады. Онда салуға мал егесінің өзінің құқы бар. Ол да бірдейлендіру болып есептеледі. Сондықтан бірақ біз жаппай осы бірдейлендіруді жүргізуді талап етеміз. Бірақ көп кісілер осы әсіресе жылқы малынан соңғы уақытта осы көрсеткіш жоқ. Дегенмен бірақ түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, біз қазіргі таңда осы үлкен жұмыс жүріп жатыр. Жоқ, енді сіздер мемлекетке қажетті нәрсе болса, ол сіздер бір айыппұл салу деген мәселе жоқ па? Егер ол жаңа не қылатын болса, қашатын болса, айыппұл деген мәселе бар әрине, бірақ көбісі мойындағысы келмейді ғой. Ветеринариялық басқармада құзырет жоқ. Оны ветеринариялық инспекция деген бар. Сол кісілерге біз хабарлама береміз, ол кісілер салып береді сондайда. Өйткені оны салдырмасақ болмайды. Мысалғы бізде биылғы жылғы дерекқорда жаңа ауыл шаруашылығын бірдейлендіру базасы дейміз, ол жерде 218 мың жылқы тұр облыста. Бізде негізгі сан одан көп қой жылқының. Одан көп, иә. Қазір соны біз қосымша биыл жұмыс жүргізген арқасында 58.131 бас кіргізіліп отыр. Енді әлі де бір 100 мың жылқыдай, 100 мың болмаса да бір 70 мың жылқыдай чиптелу керек. Бұл енді алыс жайылымдарда жүргендер бар, құмда мысалғы, соның барлығын енді егелеріне түсіндіру. Бұл чиптеу деген менің түсінім бойынша Олжас мырза кәдімгі адамның құжаты секілді ғой. Жылқы мысалға табуға түрлі жол көлік оқиғалары болады. Адамда жаңағы жеке куәлік болса, және иін болады ғой. Тура сол сияқты малда сырға болады.
сырғада номері болады. Мысалғы автокөлік сатып алсаңыз, сіз номері жоқ сатып алмайсыз ғой. Тіркеледі. Мемлекеттік номері бар. Малды да солай талап ету керек. Өйткені әртүрлі жағдайлар болады. Жаңа ұрланған мал болып қалуы мүмкін. Сол кезде ол дәлелдену керек. Содан кейін бізде мынау бағдарлама бар. Ақпараттық бағдарлама дейміз. Ол мысалғы мынау барлық номерленген, жаңағы чиптелған, бірдейлендірілген мал соған енгізіледі. Ол жерде бірдейлендіру бойынша содан кейін әр малдың номеріне қарап, біз қандай вакцина егілді, қандай ауруға тексерілді, бәрі жазылып тұрады. Сонда бізден мысалы Қостанайға сатып алып кеткен мал болса, оны осы сатып алады, куәлікпен жаңағы ветеринариялық анықтама апарған жаққа базаға қайттан енгізеді. Сол кезде бұл уже көрініп тұрады. Бұны сол жердің мал дәрігері біледі. Мына ауруға қайта-қайта емдемейді. Бұған емделгенде кейін жалғастырып емін емдейді. Жақсы, рахмет. Енді ол шын мәнісінде сөзіңіздің жаны бар. Жаңағы ұрлық мәселесі бар. Одан жол көлік оқиғаларына түрлі себепкер болып жатады. Оның кімнің малы екенін таппай жатады. Сондықтан бұл негізгі мәселенің бірі деп ойлаймын. Енді Әнуарбек аға, мынау енді бізде төрт түлікке қатысты үй жануарлар бар ғой, сиыр бар, қой бар, жылқы бар, басқасы бар. Солардың ішіндегі ең жаңағы аурушаңы қайсы? Жиі емдеп тұру керек, сол ең аурушаң мал қайсы мал деп айтылады. Және бізде Жамбыл облысындағы мынау ең қауіпті малдың ауруы қандай ауру? Осы екі сұраққа жауап берсеңіз. Енді мал болғаннан кейін, жаңа Олжекең айтып өткендей, төзімді уақытылы вакцинациясын уақытылы жоспарлы бәрін алып отырса, малдың ауруы азаяды. Ол төрт түлік болғаннан кейін енді өзіміз арамызда сиыр малы жиі ауруға шалынады. Мынау жаз айларында жаңағы сары безгек, лептоспироз, пироплазмоз сондай ауруларға көп халықтан шағым түсіп жатады. Ауырды деп диагноз, ветврачтар барып диагноз қойғанда сондай аурулардың бар екені анықталып, емдеу жұмыстары жүргізіледі. Қалған қой, жылқылар олар төзімді дейсіз ғой ауруға? Енді уақытылы, жаңа жоспарлы, уақытылы профилактика дейміз ғой, жаңа ем-домын алып отырса. Толықтырып өтсеңіз, енді осы төрт. Енді бұл жердегі айтатын болсақ, төрт түлік мал дейміз, енді оның әрине әр малдың өзінің ауруы бар, былайша айтқан. Жаңа мен айтып кеттім ғой, енді сол сияқты әр мал өзінің несімен ауырады. Мысалға, кейбір аурулардың атауы да, мысалы, қойдың жаңағы энтеротоксемия деп айтамыз. Бруцеллез дейді. Ол түсінен кейін өзінің мынау маусым-маусыммен болады да. Мысалы, көктемде бір ауру шығады, қыста бір ауру, жазда бір ауру, соған бойынша. Ал енді ең жалпы қауіпті аурудың бірі, ол біздің облыста емес, жалпы жер бетіндегі ең қауіпті ауру ол Сібір жарасы. Ол әр малдың түрінде әртүрлі аталады. Мысалғы, топалаң дейді, жамандат дейді, жылқыда, ақшелек дейді, түйеде. Сол сияқты ол ауру мысалға адамға жұқпау керек, ең басты мақсат. Адамға жұқса, адамға мынау тері формасы дейміз, ол болса, ол жерден жазып алуға болады. Ал енді мынау ішке түсіп кетсе, шек қарын арқылы кетсе, болмаса өкпе арқылы кетсе, 2 сағатта адам қайтыс болып кетуі мүмкін. Мынау баяғы терактыда осындай ауруды қоздырғышын пайдаланған. Және де қазір биологиялық қару деген бар. Ол жерде де мысалға мынандай жаңағы оққа, снаряд дейміз ғой, соның ішіне толтырып, преспен жаңағы микробты енгізеді да, атқан кезде анау барып 20 километр жерге жайылып түсуі мүмкін. Содан кейін ол ауру уже тоқтату қиын болады. Сондықтан біз ең біріншіден барлық малдың басын егіп шығамыз. Ол енді ортақ аурулардың түрі, ол Сібір жарасы біріншіден, одан кейін жаңа бруцеллез ауруы бар, құтыру ауруы бар. Құтыру ауруы да өте қиын. Мысалы, адам ауырып қалса, құтыру ауруынан асқынып кетсе, уже жазып аламайды оны дәрігерлер. Ол адамды эвтаназияға жіберу керек дейді. Қолдап, жаңа қиналмас үшін, ол адамды жаңа дәрі арқылы мынандай өлімге не қылады. Бізде енді осы соңғы жылдары тіркелді ма сол Сібір жарасы? Енді бізде Жамбылда ошақтары бар Сібір жарасының. Бізде ошақтары бар, бірақ осы 1-2 жыл бұрын біраз жағдайлар болған. Биылғы жылы мінекей күн суытып жатыр, аман есен өттік деп қуанып отырмыз. Мал ауырған жоқ. Енді адамдардың ішінде 1-2 адам ауырған болды, бірақ
ол басқа облыста, басқа жақтан жұқтырып не алғандар. Қарағандыда мысалы бір жағдай болды деді, содан кейін мынау неде болды, Түркістан облысында күні бір адам ауырыпты, соның еті осы жаққа кетті деді, оның етін іздеп біз тауып тексермек, одан қоздырғыш шықпады. Дегенмен ең қауіпті ауру осы. Бірақ біз мынау өзіміздің облыстағы 189 ошақ бар. Жылда оған қаражат бөлінеді да, жаңағы жан-жағына дезинфекциялық жұмыстарын жасаймыз, шашып, сосын топырағынан не алып, проба алып, тексертіп, лабораторияда отырамыз. Мынау қоздырғыш шығып, бұл топырақ болғасын енді қоздырғыш жылжитын қасиеті болады. Мысалы, жаңбыр жауғанда жұмсарады, топырақ қозғалып кетеді. Болмаса бір жаңағыдай су ағып кеп, астын шайуы мүмкін. Сондықтан жылда біздің мал дәрігерлер сол Сібір ошақтарының көмінділерін қарап, бақылап отырамыз. Ол жерге үнемі қадағалауда тұр. Сонымен ол жағдайда биыл біз тоқтаттық енді. Жақсы, енді топырақ арқылы және ет арқылы да жұғуы мүмкін ба малдың? Ондай ауру адамға деген ғой. Иә, жұғатыны адамға тікелей де жұғуы мүмкін кейбірге. Жаңа топырақты алып, ол қолында жара болса, я болмаса аузына тигізсе, ол адамның организм ішіне түсіп кетеді. Ал енді негізінен осындай мынау биылда қуаңшылық жылы болып тұр, құрғақшылық жылы, я болмаса жаңағыдай мынау біз білмейтін мал өлексесі жатқан ба, бұрынғы жылдар өліп қалған малдың сол жерге келіп мал жайылса, сондай кезде мал ауруы мүмкін. Ондайда біз енді мал дәрігерлерге көрсетіңдер дейміз, кейбіреулер жаңағы пышаққа ілінді деп сойып сатып жіберетіндер бар. Қырықжілік дейді ауыл жерде, білесіздер. Сондай кезде ол адамға жұғу қаупі бар. Ондай кезде біз мынау санитарлық қызмет дейміз, СЭС бірігіп, бірге полицияны шақыртамыз, сөйтіп сол малдың етін, терісін бәрін тауып, жойғанша біз тынышталмаймыз. Оның барлығын біз осы неде отырамыз. Алдыңғы 2 жылда, 23-24 жылдары біз осы ауру бұрын біраз орын алғандықтан осы облыс аумағында посттар қойып, барлық жұмыстарды қатаң орындадық. Соның нәтижесінде биылғы жылы міне шүкір мал ауырған жоқ. Осы Сібір жарасымен ауырған. Жақсы, рахмет. Және бруцеллез ауруы да тіркелген жоқ бізде. Енді Қуат, мынау енді жаңа айттың ғой өзің жұмысың туралы. Енді күнделікті жалпы сендердің жұмыстарың қалай? Не жұмыс істейсіңдер? Қайда барасыңдар, жалпы осыны айтып өтсең. Күнделікті жұмыстарыңды. Енді күнделікті әр ауылдық округтың, мысалы, әр ауданның өзін бір белгілі жоспары болады. Мысалы, осы бір қазан айында, мысалы, Сібір жарасы мен аусылға қарсы жылдың басында ол вакцинациялау және диагностикалау жұмыстары жоспарланады. Ол жоспар келгеннен кейін біз уже аймамай жоспарлап қоямыз. Мысалы, наурыз айында біз осы аусыл мен Сібір жарасына дәрілесек, сәуір айында уже басқа ауруларға дәрілейміз. Сол сияқты күнделікті жұмысымыз енді жоспарға байланысты, бізде бар вакцинаға байланысты. Мысалы 2000 доза мысалы аусылға вакцина келсе, біз ең алдымен ауылдың ішіндегі бүкіл малдарды, не дейді, бір жайылымдағы малдардың бәрін не қылып шығамыз, дәрілеп шығамыз. Және сол дәрілеген кезде бірден несін алып, бір қан сынамасын алып, зертханаға бруцеллез ауруына да бір тексеріп шығамыз. Ол бруцеллез ауруына бір малдан жылына 2 рет қан алынып не қылады, зерттеледі. Ал және ай сайын жоспарлы түрде не вакцина келеді жоспар бойынша, сол бойынша жұмыс атқарамыз. Мал дәрілеу жұмыстары күнделікті. Бүгінде енді сендердің жаңа жұмыс орындарында жас мамандарға қандай жағдай жасалған жалпы? Қандай мүмкіндіктер бар? Техникамен, көлікпен қамту? Жас мамандарға енді бізде үкімет тарапынан енді әр ауылдық округтың өзіне қазір жаңа ветпункттар соғылып жатыр. Астымызда жаңа автокөліктер беріліп жатыр, Нива автокөлігі. Ол мал дәрігері өзін бір бұзылмайтын бір қызметтік автокөлігі болмаса, ол алыс жердегі мысалы көптеген шаруа қожалықтар алыс құнды жерде отырады ғой. Сол себепті ол жерге жету үшін жақсы бұзылмайтын автокөлік қажет. Енді оның барлығымен тұрақты түрде былай қамтылып жатыр. Және ауылдық жерге жұмысқа кірген кезде, мысалы дипломмен ауылға секілді нелері бар, бағдарламалар бар. Өзін бір үстемақы
бір көтермесін береді, немесе тұрғын үй болмаса тұрғын үйге ешқандай бір пайызсыз нелер береді. Жақсы, Олжас мырза, анау енді осы бір ауылда қаншама мың мал бар да, осы бір маманның мүмкіндігі жете ме оның бәрін емдеуге немесе аралап шығуға деген сияқты? Бізде енді бұл бойынша әр ауылдың малын біз есепке алғаннан кейін, білеміз кейін, сол жерде ветеринариялық пункт бар. Сол жерде қанша малды емдей алатын күш қуатына байланысты, мысалға жаңағы адамның санына, біз мысалы бір ауылда 3 ветврач бар. А екінші ауылда 8 болуы, кейбіреуінде 10 болады. Ол малдың басына байланысты. Содан кейін ол әрине жабдықтау керек. Жаңа мынау Қуат мырза айтқандай, біз жаңағы мынау биылдан бастап өте жақсы көмек болып жатыр ветеринария саласына. Қандай көмектер? Бұл бізде 160 ауыл округі бар. Сол жерге енді республикада өздеріңіз білесіздер, 21 жылы президент тапсырма берген, ветеринария саласын түбегейлі қарап, зерттеп, жан-жақты көмек жасалсын деп. Соған байланысты бізде бұрын арнайы ветпункт жоқ етін, бір үйді сатып алып берген, оның бізде 75-ін сатып алып берген, құрылысын жүргізгенбіз, кезінде 85-ін осы жылдары қазір қолға алып жатырмыз. Бүгінгі таңда облыс бойынша 44 ветеринариялық пункттың құрылысы жүріп жатыр. Оның қазір 21-і бітірді, енді бұны бюджетке сатып алып, қазір іске қосу жұмыс жүріп жатыр. Одан басқа 11-інің құрылысы 70%-ға дейін аяқталған, енді қалған 14-і бар. Осыларды жылдың аяғына дейін бітіреміз деп жұмыс істеп жатырмыз. Бұл жерде енді айту керек, шынын айту керек, облыс әкімінің орынбасары Әбілқайыр Ғалымұлы Тамабек үлкен көмек көрсетіп, осы құрылысқа біріншіден биылғы жылғы жұмыс істеп отырмыз. Бұл республикада біздікі пилоттық жағдай болып, мынау ең бірінші осы май айында сатып алған Саркемер ауылының ветеринариялық пунктына бүкіл республикалық малдәрігерлер жиналды. Сол жерде қалай соғылған, және бізде құр ветеринариялық пункт емес, оның жанында мал емдейтін орын бар. Жаңағы қора, екі раскол деп айтылады. Ортасынан жаңағы екі қораның ортасында темірмен жасалған жолы бар. Сол жолда мал тоқтатып, темірмен қысып тұрып, адамға қауіпсіз жағдайда екпесін салып береміз. Оның жанында тоғытпа бар. Қазір мені білесіз, қырым қанды безгегі деген ауру, одан басқа жаңа сары безгек ауру кене арқылы таралады. Сол кенелердің барлығын жою үшін арнайы дәрілер, неоцидол, диазинон дейді, бутокс, сондайлармен шомылдырып беріп жатырмыз. Сондықтан бұл осы көп көмек көрсетеді деп жатыр. Одан басқа облыс әкімінің көмегімен де мінекей қаражат бөлініп, өткен осы көктемде 50 нива алып берді, 50 ауыл аймаққа таратып бердік біз оны. Одан басқа жаңағы 160 термочемодан сатып алып бердік, әр округқа бір. Термочемодан ол вакцинаны біз арнайы суық жағдайда температурасын сақтап тасымалдау керек. Мысалы анау алыс тауға барады, далаға барады. Одан басқа осы мынау қазір конкурс ойнатылып жатыр. Тағы да 50 машина сатып алуға қаражат бөлінген. Яғни техникамен қамту мәселесі 100%-ға шешіледі десеңізші. Енді ар жағында 60-ы қалады, енді оны келесі жылға алып беретін шығармыз. Жақсы, рахмет. Енді уақытымызда бізде шектеулі, сондықтан тағы бір маңызды сұрақты Олжас тұрғын өзіңізге қойып өтейін. Мынау көшеде қаптап жүрген ит мысық мәселесі енді біздің редакциямызға да жиі шағымданады тұрғындар. Осы қаланың өзінде мына мөлтек аудандарда балаларға қауіп төндіреді иттер, мысықтар деген сияқты. Осымен күресу мәселесі не болып кетті? Қалай болады? Сіздер күресесіздер ме, әлде басқа нелер күресе ме? Осыны ажыратып айтып беріңізші, мекемелер. Бұл жерде енді әрине бұл осыған байланысты сұрақ көп. Өте тауқыметті жағдай. Себебі жаңа құтыру ауруының тасымалдаушысы осы ит мысық болып табылады. 21 жылы желтоқсан айында заң қабылданған республикамызда жануарларға жауапкершілікпен қарау туралы. Бұл жерде көзделеді ол заң? Бұрынғы кезде жаңағы ит мысықты кәдімгідей мылтықпен атып, әртүрлі жағдаймен уландырып,
ұстауға болатын болса, оған тыйым салынды. Біздің қазіргі ветеринариялық қызмет, арнайы мамандар бар. Олар жаңағыдай аулау тәсілімен ұстайды, болмаса үйіне шақырған жерден барып алып кетеді. Біз енді ол жерде жаңа аулау құралдары бар арнайы. Сонымен ұстаған... Тірідей ұстау керек қой сонда. Тірідей ұстау керек, болмаса бізде жаңағыдай мынау арнайы қару бар, дәрімен, оқ дәрі емес, кәдімгі дәрімен атылады. Ол аделин деген дәріні пайдаланып жүрміз. Сонымен пайдаланып, біз оны ұйықтатамыз. Содан кейін ол егер қауіп төндіретін жануар болса, оны жоямыз. Ал егер де қауіп төндірмейтін, кәдімгідей ешкімге зиян жоқ болса, құлағына сырғасын саламыз, болмаса чипін саламыз да, оны өзінің жүрген мекеніне қайттан жібереміз. Бірақ оны жіберердің алдында жаңағыдай стерилизация дейміз, мынау көбеюге қабілетін тоқтатып, сондай операция жасап жібереміз. Сондықтан бұл жердегі енді мәселе әрине біздің мал дәрігерлер жануарды жоймауымыз керек, біз емдеуіміз керек. Сондықтан бұл мәселені біз неге беруді қарастырып жатырмыз, коммуналдық қызметке. Себебі біздің сала бойынша бұл жағына қаражат бөлу, я болмаса жаңағыдай тікелей өзіміздің мал емдеу жұмыстан ауытқу болып жатыр да. Сондықтан бұл енді қаралып жатыр. Депутаттарға да айтқанбыз, облыс басшылығы білет, ол мәселе қазір қаралуда. Дегенмен жақын арада шешіледі деген ойдамыз. Бүгінгі таңда сіздер айналысып жатсыздар ғой. Енді ит пен мысық осы заң шыққаннан кейін көбейіп кетті ме, әлде соғалып тұр ма қазір? Жоқ, бұл жердегі енді арнайы жұмысын жасап жатырмыз біз. Енді оны неге шағым көбейіп кетті деген ғой енді? Шағым көбейген себебі жаңағы қаңғып жүретіндер аулау тәсілі қиындады ғой. Бұрынғыдай жаңағы оқпен, мылтықпен атып тастау жоқ қазір. Қазір барып, одан кейін балалар жүрген жерде, болмаса көп адам шоғырланған жерде ондай жұмыс атқаруға тыйым салынады. Сондықтан біздің жұмысшылар түнгі уақытта, я болмаса таң ата жарық бола бастағанда шығады. Ауланған иттерді біз панажайлар бар арнайы. Соларға біз орналастырамыз. Қаншалықты жиі шығады жұмысшыларыңыз? Мысалға, бір айда бір рет шығады, бір жылда бір рет шығады. Себебі бұл енді негізінен ит қой, мысықтан аса көрінбейді және қауіп жоқ. Ал иттер мысалға көбейген сайын үйірленіп, адамға шабады, жаңағы топырлап жүреді. Сол кезде бұларды сөйтіп жүрмес үшін жаңағыдай жұмыс атқарылады да, аулап, ол кезде енді дәрімен атқаннан кейін ол құлап қала салмайды, біраз жүгіріп барады, оны іздейді, не қылады. Енді соның жаңағы біз тіркегенімізді IT-қор деген не бар, дерек қоры бар. Соған тіркейміз. Ол жерде қазір 6177 ит тіркеліп тұр. Ал енді облыс бойынша 17745 ауланып отыр. Енді бұл шамамен осы бір 20 мыңның төңірегінде ар жақ бер жағына не тұрады. Жылдың аяғына дейін соған барады, енді оны біз аулап жатырмыз. Жақсы, енді сіздердің кездеріңізде бұрын осы заң шықпай тұрып, қалай еді итті жалпы жабайы жануарлармен, иттермен күрес мысалға? Қалай жүзеге асырдыңыздар? Біздің кезімізде жаңағы әкімшіліктің шаруашылық несі, құқық жүргізу құқығындағы ЖХ дейміз ба? Сондай мекемеде арнайы бригада болған. Біз ол кісілерге заявка беретінбіз, ол кісілер келіп, жаңағы Олжас Тұрғынович айтқандай атып кететін. Қазір онда заң шыққалы ондай не жоқ, бәріне тыйым салынған, тек қана аулау, кастрация жасап, қайтып мекендеу орнына жіберу. Жаңа сіз айтқандай көбейіп жүрудің бір себебі сол. Оның ішінде 6000 ит шиптелген, кастрация жасаған, бірақ ол сол мекендеу орталығында әлі жүр. Ол адамның көзіне көптеу, қорқыныш, сезім бәрін оятады. Енді жалпы енді бұл жұмыстардың мен ойымша машақаты көбейіп кеткен секілді, себебі оны аулайсыз, ұстайсыз, оны жаңа операция жасайсыз, итке қайтып оны жаңа жерге апарып тастайсыз. Бұның өзі бір үлкен бір машақат болып кеткен сияқты. Ұсынысымызды депутаттарға. Сіздер ауылды жерде осы жабайы нелермен қалай күресіп жатсыздар мысалы? Ит мысықпен. Тура осы тәсілмен. Өйткені ол оны ұстап
стерилизацияны істеп ол қайттан апарғаннан кейін оны біз білгенмен оны қарапайым халық түсінбейді ғой. Иә, Мысалы халық олар басқаша ойлайды ойлайды. итті алып кеткеннен кейін жойып жоқ қылып жібереді деп. Ол бұрында сондай еді ғой. Ол иттерді жойып жоқ қылып жібереді. Ол уже ешкімнің несіне көрінбейді да, ана көзіне. Оның саны да азая береді ол жойғаннан кейін. Ал қазір оны біз қайттан апарып тастағаннан кейін өзін тұрғылықты мекенжайына олар ойлайды, ол итті өткенде алып кетіп еді, мысалы бір аптадан ол қайтадан жүр деген сияқты. Ветеринарлық қызмет жұмыс жасамайды деп. Дұрыс. Бұнда құлаққа кіретін. Сөйтіп ойлайды. Сол себепті иттің саны да. Жақсы, рахмет. Енді Олжас мырза, мынау енді бұл мәселеде енді түсінікті болды деп ойлаймын. Бізде жаңа өзіңіз айтқандай, мынау сиыр малының ең негізгі проблемасы бүгінгі таңда облыста мынау бұзаулардың өліп қалуы, сары безгек ауруынан. Осы бойынша аудандардан көп шағым түседі. Осы сары безгектен қорғану үшін, осыны болдырмау үшін тұрғындарға қандай кеңес бересіз, не істеу керек болды? Енді сары безгек деген ауру бұл ғылыми түрде телериоз деп аталады. Телериоз ауруы кене арқылы жұғады. Бұрынғы кезде мүлдем емдемейтін, алдын алу жұмысы болмайтын. Тек қана ауырған кезде емдейтін малдәрігерлер барады. Сол енді қазіргі таңда мысалыға 3 жасқа дейінгі жас төлге біз вакцина саламыз, вакцина бөлінетін болды. Ал бірақ ол қанша вакцина салынса да, салынбаса да, бұл жерде мал ауырып жатыр. Себебі кейбіреулері кеш салдырады, болмаса кеш туған бұзау болады. Ал бұл ауруға осы қаңтар айында салынады, қаңтар ақпан айында. Енді ең бірінші мәселесі мынау қора қопсыларды дезинфекция жасау. Дезинфекция дегеніміз микробқа қарсы болса, дезинфекция дегеніміз жәндікке қарсы. Жаңа кенелерге, болмаса басқа мынау жәндіктер бар. Мынау тейлериоздың қоздырғышын тейлерия деп айтамыз. Тейлерияны ол кененің бойында болады. Сол жаңағы ауру мал шақса, оның денесіне өтеді. Соны ол жылдап жүре береді. Таза сау мал шаққан кезде соған жұқтырады. Сондықтан мынау қазір біз енді мынау дезинсекция мен дезинфекция ол ақылы қызметке жатады. Сондықтан мынау мал егелеріне айтатынымыз, әрқашанда қораларын тазалап, қоқыстан дезинфекция жүргізіп тұру керек. Сондықтан сіздер енді вакцинаны айттыңыз, жаңа ақпан айында саламыз. Енді көптеген бұзаулар наурыз, ар жақта мамырда туады. Олар қалай болады сонда, май айында туады? Сол ғой қамтылмайтыны. Себебі ол қыстың күні салыну керек ол вакцина. Ол өте ауыр вакцина, бір жағынан айту керек. Сондықтан ол уже сондай кезде тыс қалады. Содан кейін бізде мысалғы малдың басын толық кейбір шаруашылықтар бірдейлендіруден де өткізбейді. Осының бәрі әсер етеді. Егер барлығы кітапта жазылғандай болып жатса, ешқандай ауру болмайтын еді. Дегенмен бұл өмір болғасын, бірде былай болады. Сондықтан осындай жағдайлар болады. Содан кейін жаңағы мынау қазір тарап келе жатыр. Бұрын осындай сары безгек ауру мынау құмды жақтарда ғана болса, Талас, Сарысу, Мойынқұм. Қазір мен жылжып келе жатыр. Қордайда да бар, Меркіде де бар, Рысқұлов ауданына да келді. Мына жақтан мынау Жамбыл ауданы, Байзақ ауданымен жалпы тарап келе жатыр бұл. Себебі кене көбейіп, малдың қозғалысымен кене де қозғалып жатыр. Мал базарға келеді, бір ауданның малы басқа ауданға кетеді, екінші ауданның малы тағы басқа жаққа кетеді. Сонымен сондай. Ең басты мәселе мал дәрігерлермен кеңесіп, дезинфекциясын жасап отыру. Мал базар деп өзіңіз айтып қалдыңыз. Енді бізде мал базар әр ауданда бар, қалада да тұр мына шетінде. Осы жердегі жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, ауру мал келуі мүмкін, басқа неше түрлі жағдай болуы мүмкін, сапырылысып жатқан дүние. Оны біреулер бақылап отыр ма? Жалпы ол жерде бір бақылау бар ма сіздердің тараптарыңыздан? Әрине, біздің тараптан енді жаңағы әр ауыл аймақтағы мал дәрігер мынау ілеспе құжат дейміз, сопроводительный документ. Соны жазып береді. Оның алдында малдың денсаулығын қарайды, температурасын өлшейді, сөйтіп, егер денсау мал болса ғана жазады. Егер де ондай мал болмаса, онда жазылмайды. Ал мына жерге келген кезде, бұл жерде жаңағы ветеринариялық инспекция бар, Жамбыл ауданының. Үнемі шығып қарап отырады, сол мал құжаты бар ма, сырғасы бар ма. Сол жерде, егер де бір күдік болса, ол жерде термометрия жүргізіліп, изолятор. Біз базар басшылығына түсіндіріп айтқанбыз, қазір бөлек ветеринарный изолятор соғып қойған. Ауру мал болса, жұқпалы ауруға күдіктенсек, сразу сол жерге қоямыз, сол жерден тексеріп, лаборатория тексеріп,
ары қарай не істеу керек екенін тапсырамыз. Жақсы, рахмет. Енді оны сұрап отқанымыз, енді елдің бәрі сол жерден барып етін мал алады, оны сойып жейді. Ауру болса адамға жұқпасын деген ой ғой. Құрметті қонақтар, уақыт бөліп келіп, бізге өз ой пікірлеріңізді білдіргендеріңізге алғыс айтамыз. Бізге берілген уақыт осымен өз мәресіне жетті. Жалпы бүгінгі хабарымыздан көптеген тұрғындар өздеріне көкейлерінде жүрген жалпы сұраққа жауап алды деген ойдамыз. Құрметті көрермен, осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Келесі хабарда кездескенше тұғырымыз берік, байрағымыз биік болғай.